Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз сіздермен осындай есім жазылған әдемі браслеттер жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Ең алдымен бізге қажетті заттар: моншақ, браслетке арналған резинка, есім жазу үшін әріптер, подвеска және де моншақ арасына қойылатын подвеска ілетін темірі және оны ұстап тұратын домалақ темір болады. Одан кейін моншақтардың арасына бөлгіш және қалпақшалар, моншақтың екі жанына қойылатын қалпақша. Ең алдымен подвесканы дайындап аламыз, яғни көріп тұрғандарыңыздай фигуркаларды домалақ шеңбер тәрізді темір арқылы моншақ арасына өткізілетін, яғни подвеска іліп қоятын темірге қыстырып аламыз. Менің қолымда узкогубцы, бұлар жекелеп сатылады, яғни 500 теңге көлемінде сатылады. Егер де сіз үнемі браслет жасайтын болсаңыз, не болмаса тәспі бизнесмен айналысатын болсаңыз, біреуін алып қоюға тұрарлық нәрсе. Егер қолмен жұмыс жасайтын болсаңыз, кішкене тырнағыңызды ауыртады. Сол себепті бар нәрсені қолданып жасасаңыздар болады. Браслеттің ұзындығына қарай және моншақтардың арасына сыйымдылығына қарай мен осылай 3 қана подвеска дайындап алдым. Барлық заттарымыз дайын, енді браслетті тізіп шығуға кірісеміз. Ең алдымен браслеттің байламы моншақтар арасына көрініп тұрмас үшін подвесканы өткіздім, яғни подвесканың темірінің астында байлам қалып қояды. Және ары қарай моншақтарды өз фантазиям бойынша құрастырып жасап шықтым. Бұл браслет 10 жасар қызға арналып жасалған болатын. Браслеттің ұзындығын өзіңіздің қолыңызға өлшей отырып жасайсыз, яғни моншақтарды жіпке тізбес бұрын ең алдымен ыңғайлылық үшін әріптерді, подвесканы, моншақты, моншақ арасын бөлгіш барлығын қаз-қатар етіп, өз фантазияңыз бойынша тізіп алып, одан кейін барып жіпке өткізгеніңіз дұрыс. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ең алдымен подвеска, одан кейін моншақ, моншақтан кейін екінші моншақтың екі жанынан қалпақша өткіздім, одан кейін әріптер, әріптерден кейін дәл сол алдыңғы өткізген моншақтарымды қайталап, подвескадан кейін екі моншақ арасына бөлгіш қойдым. Менің браслетім бітуге шақ қалды, қарап тұрғандарыңыздай барлығын тізіп, қаз-қатар етіп өткізіп шықтым. Әр подвесканың арасында 2-3 моншақтан өткізілген, сонда арасындағы жаңағы ұзақтық сақталып тұр. Менің браслетім дайын, енді жақсылап байлам жасап, жаңа алдында айтып өткендей, байлаған жеріміз моншақ арасынан көрініп тұрмайды және жаңағы подвесканың ішінен кіргізіп жіберетін боламыз. Байламды жақсылап 2-3 қайтара байладым және ұштарын кесіп тастап, жаңағы подвесканың темірінің астына өткізіп жібердім. Біздің браслетіміз дайын, өте оңай және тез жасалады және әдемі көрінеді. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, міндетті түрде комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеоны бірінші болып көретін боласыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздермен болған Айгерім.